Жағы қазақта мынандай сөз бар. Шеңгел деп жатады, сығымдап деп жатады, тегеуріні қатты екен деп жатады. Осылардың бір жөнін айта кетейін деп отырмын. Мысалы, менің шеңгеліме түсерсің, құстың шеңгеліне түсті, бүркіттің шеңгеліне түсті дейді. Шеңгел. Немесе сығымдап ұстау, сығып қысу деген сөз ғой. Сосын жаңағы тегеуріні мықты деп айтып жатады. Бұл қайдан шықты десек, бүркіттің 4 саусағы болады бір қолында. Сол 4 саусағының жеке-жеке аттары болады. Мына бас бармақ адамдағы сияқты бас бармағы жоқ болады. Алдында 3 саусақ, сосын арт жағында 1 саусақ болады. Арт жағындағы өкше саусақты бүркіттің тегеурін деп айтады. Тегеуріні мықты екен деп осыны айтып отыр. Сосын алдында біткен 3 саусағы болады. Оның біріншісін адамның саусағы сияқтысын жембасар деп айтады. Жембасар. Жем ұстап басып отыратын саусағы деген сөз ғой. Ал адамның мына ортаңғы қол сияқты саусақты сығым деп айтады. Осымен сығымдайды. Ал мына шынашақ дейміз ғой, енді мына жағынан шеткі болып есептелсе. Осы шеткі шынашақ саусағын бүркіттің шеңгел деп айтады. Осы саусақты. Сонда жембасар, сығым, шеңгел, тегеурін болып бір 4 саусағының аты. Осыны бір бөлісіп қойсаңыздар, білмейтіндер біліп жүрсін деп түсіріп отырмын ағайын.